Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге ақша үнемдеудің 7 тәсілі жайлы айтпақпын. Айналамызда қарыздан қарызға батып, өз дағдарысынан шыға алмай жүрген жандар қаншама. Біріншіден, алдыңызға мақсат қоя біліңіз және өмірге оптимистік көзқараспен қараңыз. Ешқашан ақша жоқ деп айтпаңыз. Осы күнге тәубе деп мен айтатын қағидаларды ұстанып жүрсеңіз, дағдарыстың сізді айналып өтеріне сеніңіз. Шығынды алдын ала жоспарлаңыз. Шығындарыңызды күнделікті жоспарлау сізді жалықтырып жіберуі мүмкін. Әйтсе де бұл далаға шашылған артық ақшаны азайтудың ең тиімді жолы. Бұл тәсіл арқылы ойда жоқта жасалған сауда мен мақсатсыз жұмсалған қаражаттың қатары сирейді. Әрі осы әдіспен ақшаның басым бөлігі қайда кететінін біліп отырасыз. Сауда жасар алдында ойланыңыз. Алатын заттарыңызды тізімдеп алыңыз. Үйде не бар, не жоғын анықтап, параққа жазып алыңыз. Ғаламтор арқылы сауда жасауды үйренсеңіз, тіптен жақсы. Сізге тек бір-ақ рет көмегі тиетін заттарды сатып алмас бұрын ойланыңыз. Затты екінші бір затпен алмастырыңыз. Бірінің орнына бірін пайдалануға болатын заттар тұрмыста өте жиі кездеседі. Мәселен, парацетамол дәрісі мен лимон қосылған шай терафлю ұнтағының, супермаркеттен алынған пакеттер қоқыс пакеттерінің орнын алмастыра алады. Осындай жағдайларды ескеріңіз. Ақшаңыз қалтаңызда қалатынын естен шығармаңыз. Кейбірі сізді жұмыртқадан жүн қырқатын деп ойлауы мүмкін. Дегенмен ақша үнемдеудің ешқандай ұяты жоқ. Бұл үнемделген қаражатыңызды сақтап, жазда демалуыңызға бірден-бір мүмкіндік тудыра аласыз. Денсаулығыңызды күтіңіз. Суық күні шашымызды жуып алып, құрғатпастан далаға шығып кетуді доғару керек. Бас киімді киіп, қалың киініп, қол-аяғыңызды жылы ұстаңыз. Ата-анаңыз айтатын сұлуынан жылуы деген қағиданы ұстаныңыз. Дәріханаға барып, артық шығынға ұшырамайсыз. Оған қоса оқуды немесе қызметте жүріп ауырсаңыз, ойға алған істеріңіздің кейінге шегеріліп қалғанын ұмытпаңыз. Қарапайым дүниелерді үйреніңіз. Су құбырының шүмегінен аққан суды тыю үшін ақылы арнайы мамандарды шақырудың қажеті жоқ. Ғаламтордан нұсқаулығымен көру арқылы техникалық кілтпен жөндеңіз. Бұл тек бір ғана мысалы. Қысқаша айтқанда, үйде бар затты тиімді пайдаланыңыз. Бұл сізге тек қана ақша үнемдеуді үйретпейді, ептілігіңіз бен қолыңыздан келетін істердің саны артады. Коммуналдық төлемдерді қысқартыңыз. Яғни тағы да үнемдеу әдісі арқылы коммуналдық төлемдерді де азайта аласыз. Мысалға, жарықты қажет емес кезде өшіріп жүру, коммуналдық төлемдерді уақытында төлеу және тағы да басқаларын айтса болады. Епті болыңыз. Қолдан бұйым жасауға қабілетіңіз болса, тіптен жақсы. Темірден түйін түйген қазақпыз ғой. Босаған керек емес деген дүниелерді қоқыс жәшігіне лақтырмай, бұл құрал неге жарайтынын анықтап, тағы да өз пайдаңызға жаратыңыз. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Видео ұнаса, сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.